Ұрлық неге жаман, соны айтшы. Дін бойынша ма? Жалпы дін бойынша дұрыс емес дейтін енді Алланың үкімі біріншіден. Ал негізі былай логикаға келсең, біреудің еңбекпен тапқан дүниесін, еңбек сіңіріп тапқан дүниесін, сен ұрлап алғаның ешқандай бір адамшылыққа жатпайды ғой былай айтқанда. Енді осы біреудің еңбекпен тапқан дүниесін ұрлап алудың дұрыс емес екенін білу үшін Құдай айту керек пе оны? Құдай, негізі Құдай айту керек емес, бірақ оны білесің. Бірақ енді сол Құдай енді осыны білу үшін дін керек па? Қайсыны білу үшін? Біреудің еңбекпен тапқан дүниесін алып алудың дұрыс емес екенін білу үшін дін керек па? Дәл қазір керек емес, бірақ бұрын керек болған. Ең біріншінде керек болған. Жарайды, жақсы. Жарайды, жақсы. Ит мысалы, менің итім, менің ешқандай затымды ұрламайды да. Ол діннен алды ма соны? Мысық па? Менің итім басында, күшік кезінде менің итім тәпішкемді ұрлап кететін, анау қазаннан бірдеңе ұрлап кететін. Бірақ қазір ол ештеңе ұрламайды. Ол менің итім мұсылман ба? Діннен алды ма оны? Сен оны жазалағансың да, бір ұрлаған кезде жақсылап ұрғансың. Үйреткенсің де. Жазалағаннан кейін түсінген, е? Мен мысалға көбінесе солай үйретеді ғой мысықтарды, мына неге қатыстарын тиіп жатса, үйде бүлдіріп жатыр. Дінсіз ақ жазаның салдарынан ұрламауды үйренген ит үйренген болса, адам сонда дінсіз оны үйрене алмайды ма еді?